жүрейін деген жәннатқа ағасы, қарындасын осы уақытқа дейін көмек бердің, өзіңді ойламадың, сенің жолың жіңішке, тұрмысқа шық деп рұқсатын берді. Жаннат тұрмысқа шыққан соң анасы келін алуды армандап Санатқа жар іздей бастады. Балам, бір күні ауру, бір күн саумын, білесің, қашанғы соқа басың сопайып жүресің, үйің бар, жұмысың бар. Енді менде келіннің рахатын көріп, немере бағып отырайын деп күнде айтатын болды. Содан Санат ауылдың қызын жар етіп, бірақ күнде бойдақ күнмен қоштасты. Өзінен 13 жас кіші сұп-сұлу келіншегіне қарап сүйсініп қояды. Алғашқы күндер жақсы өтіп жатты. Жас келін болған соң майда-шүйде олақ тірлігіне енесі көз жұма қарамады. Өзі жуас кісі. Келін келген соң мүлде ұйықталып кетті. Санаттың мінезі анасына тартқан болатын. Келіншегі бастапқыда үндемей бертін келе, неге сонша мінезі ауыр, неге үндемейсің, тілің бар ғой айтсай, неге сонша сүмелексің деп жайлы мінезін басқаға жорып тиісіп жүрді. Әлі жас қой деп Санат та үндемейді. Оқуын аяқтап дипломын алып берді. 2 балалы болғандықтан жұмысқа тұратындай болмады. Балалары әлі кішкентай, 3 жылдан аса отырды. Үйде болды. Үйде отырып жалықтың ғой, балаларға өзім қараймын, жұмысқа тұрып бір мезгіл сыртта болып кел, деп енесі келініне қолдау білдірді. Жақын жердегі мектептің басшылығымен сөйлесіп жұмысқа тұрғызды. Басында бәрі әдемі еді. Бір күні ойламаған жерден жұмыстан шығып келді. Үйдегілер сұраса тіс жармайды. Бар айтатын жауабы, істегің келмейді, дейді. Қайнатасы мән-жайды білу үшін мектепке келді. Басшылыққа жазылған ол жиналыстың аяқталуын күтіп отыр. Бір кезде директордың бөлмесінен топырлап мұғалімдер шыға бастады. Орнынан көтерілген Сағындық аға кіруге беттеді. Алдына шығып үлгерген директор мұны көрді де, сіз ба, келіңіз, деп бөлмесіне қайта кірді. Айналайын балам, менің келген себебім, келінім осында оқытушы болып жұмысқа тұрып еді. Көп болмады, таңертең күнде жұмысқа бармайым деп жатып алады. Себебін сұрасақ айтпайды. Мектепте бір жағдай болды ма, деді сұраулы жүзбен. Келініңіз жұмыстан шығарылды. Ауданнан сондай бұйрық келді. Өзі неге айтпады екен, хабары бар еді ғой. Ата-аналардың бірі шағым түсіріпті. Егер маған шағымданғандай шешіп беретін едім, істі насырға шапқызбай. Бірақ ол ата-ана тікелей ауданға шығыпты. Айтуынша, баласына қол көтерген көрінеді. Оны келініңіз де растап отыр. Аңтарылып қалған Сағындық аға үнсіз есіктен шығып кетті. Үйге келгенше дәрмені құрып, аяқтары дірілдеп әрең жетті. Келді де бөлмесіне барып жатып қалды. Кешкі ас үстінде ақырын әңгіме бастады. Келін, шырағым, мектеп директорына барып жолықтым. Айтқандары рас па, деді сабырлы үнмен. Рас деп діңк етіп келінді. Ішер асына түйіліп қалған қайнатасы ары қарай не айтарын да білмеді. Келіні сөзді өзі жалғады. Ұрмай, енді Құдайдың ұлы ма еді? Тыңдамай миды ашытады. Ұрдым, деді ашулы үнмен. Не жағдай болып жатыр, деп сөзге енесі Айнакүл араласты. Өткенде бір балаға қол көтергем, сумаңдап жетіп барыпты ғой ата-анасы, арыз жазып, деді де болдым деп бетін сипап дастарханнан тұрып кетті. Масқара болдық көрші қолаңға, деп енесі бетін шымшыды. Осы оқиғадан кейін келіні үйде отырмаймын, жұмыс жасаймын деп ызаңдай бастады. 1-2 мектепке барып еді, еңбек кітапшасындағы жазуларды көріп қабылдамай қайтарып жібереді. Амалсыз мемлекеттік жұмысқа қабылдамаған соң пенмен цехына жұмысқа тұрды. Ұрыс жанжалдың барлығы осы жұмысқа тұрған соң басталды. Күйеуі Санат тым жуас. Келіншегіне артық ауыз сөзі жоқ. Тіпті қайда барасың, қайда келесің де сұрамайды. Осы мінезін біліп алған жас келін бір жерге баратынын ескертуді де жөн санамайды. Бірте-бірте күйеуіне де суық қарайтын болды. Жанына да жақындатқысы келмей тыжыранып шыға келді. Жұмысқа асығып кетеді. Кеш келеді. Келгенге дейін Айнакүл апа үй тірлігін тындырып қояды. Тіпті тамағына дейін дайындайды.
көрші-қолаң сөз ете бастады. Келін алып қолыңда ұзармады-ау, өзің келін боп зыр жүгіресің, деп ренжиді. Ондайда Айнагүл апа, қайтем енді байғұс жұмыстан шаршап келеді. Бір жағынан болсайын да менде, құры үйде отыра бергенше, деп құтылады. Еріндерін сылп еткізген көрші кемпірлер өзің біл дегенде иығын-қиқаң еткізіп кетуге асығады. Күндер өтіп жатты. Келіннің жұмысы қауырт, күннен күнге тым кеш келетін болды. Ата-енеге жақпайды, әрине.